Ты что сама тут говоришь? Пусть он отстанет от меня, про меня. А я такого не говорила. Он говорит, Я про маму говорила. пусть, про Нану пусть не говорит там. Нет, ну я к тому, что у меня все хорошо, ты за меня не волнуйся. Қазақстан билігі ірі көлемде қаржы жымқырды деген айыппен 6 жылға сотталған Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен жиені Қайрат Сатыбалдының мүлкін іздеуді жалғастыруда. Антикорға бос отырмай көп әйеліне көңіл бөлуді республика сайты ұсынып отыр. Мысалы, олардың бірінің жақсы мүлкі бар. Мәскеудегі Раменка жағалауындағы пәтер. Оның қазір болжамды құны 1 миллиард теңгені құрайды. Барлығы қазақстандық бақта Қайрат Сатыбалдының 4 бейресми әйелінің аты аталған. Дубайдағы пәтерлер сөз болғанда төртеуінің екеуі Әсел Бақтиярқызы мен Саида Қанатбекқызы. Бұл мүлік және оның иесі туралы Выход к морю телеграм-каналы айтты. Бұл өте қызықты оқиға. Қайрат Сатыбалдыға үкім шығарар алдында бірнеше күн бұрын әлеуметтік желіде Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен жиені сот отырысының үзілісінде туыстары мен адвокаттармен байланыс арқылы сөйлескен видеосы шыққаны оқырмандардың есінде болса керек. Кадрда бір әйел көрінді. Әңгімеден бұл бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитеті генералының әйелдерінің бірі деген қорытынды жасауға болады. Да, если получится, зайду, конечно. Ты что сама тут говоришь? Пусть он отстанет от меня, про меня. А я такого не говорила. Он говорит, Я про говорила. маму пусть, про Нану пусть не говорит там. Нет, ну я к тому, что у меня все хорошо, ты за меня не волнуйся. Самат, как ты? Видеодағы әйел Выход к морю телеграм арнасының авторларының айтуынша 35 жастағы Марсела Александровна Нұрсұлтан. Телеграм арнасының авторлары оны аккаунтының қытайлық Great Export Import платформасында тапқан. Бұл сыртқы сауда операцияларына қатысушыларға арналған әлеуметтік желі. 2021 жылдың наурыз айында ол өз-өзінен Дубайдан Қазақстанға жеткізілуімен қоса $50,000 көлік сатып алды. Оның үстіне ол сатушы аккаунтын жойды, бірақ сатып алушы аккаунты қалды. Оның желідегі өзі туралы оқиғаны мұқият тазалағанына қарағанда, аккаунттардың бірі қателікпен сақталған деп болжауға болады. Аты мен тегі бір түрлі естіледі екен деп ойладық біз. Мәселен, Қайрат Сатыбалды мен оның бұрынғы ресми әйелі Гүлмира Сатыбалдының ұлы Бауыржанның тегі бір. Бірақ Марселаның әкесінің атынан оның Қайратпен қандас бола алмайтыны түсінікті болады. Мұнда ресейліктердің жеке деректерінің ағып кетуі туралы мәліметтер базасы бізге көмекке келеді. Солардың арқасында біз Марсела Александровна Нұрсұлтаннан бұрын Мартиросян тегі, ал шын аты Александрова болғанын білдік. Ол 1987 жылы 26 қарашада Городовиковск қаласында дүниеге келген. Бұл Қалмақиядағы шағын қала, 10 мыңнан аз тұрғын. Біраз уақыт ол Ставропольде тұрды, содан кейін Мәскеуге көшті, деп жазды телеграм арнасының авторлары. Жалпы сақтандыру нөмірін, салық төлеушінің нөмірін және ресейлік төлқұжаттарды ауыстыру деректерін салыстыра келе, Марсела Александровна Мартиросян Нұрсұлтанның бір адам екені белгілі болды. Туған жері мен қазіргі тұрғылықты жері бірдей. Мүлікке келетін болсақ, арна авторлары 2019 жылы екі көлік Mercedes GLA 250 және Toyota Corolla Александрова Мартиросянға алғаш рет берілгенін, ал бір жылдан кейін Нұрсұлтан жаңа тегі бар төлқұжат алғанында бұл көліктер қайтадан оған тиесілі болып шықты. Бірақ Марселаның ең үлкен сатып алғаны Мәскеудегі Раменка өзенінің жағасындағы тұрғын үй кешеніндегі пәтер. Ғимарат Минская көшесі 1-гі 3-ші корпус мекенжайында орналасқан. Республика сайты Google мекенжайын іздегенде ол осылай көрінеді екен. Бұл Ресей астанасының орталығы емес, бірақ жаман да емес, деп атап өтті арна авторлары. Мәскеу мемлекеттік университетінің жанында Поклонная дөңес Сталиндік саяжай маңында. Марселаның ауданы 272 метр квадрат болатын дуплексті пәтерінің кадастрлық құны 94 миллион рубльге бағаланды. Нарықтық құны кемінде 150 миллион рубль немесе 1 миллиард теңге. Бұрынырақ жалақысы 50 мың рубль шаштараз болған Марсела 2019 жылы оның иесі болды. Выход к морю телеграм арнасының авторлары бұл фактінің Ресей Федерациясының салық қызметі таратқан ақпаратынан білген. Выход к морю авторларының ВКонтакте әлеуметтік желісіндегі жойылған аккаунттың мұрағатынан табылған фото суреттеріне қарағанда, видеодағы әйел мен ресейлік Марсела Нұрсұлтанды бір адам деуге болады. Республика сайты да осы ханым туралы ақпаратты іздеуді жөн көріп, Google мұрағатынан әкімшілік бұғаттап қойған телеграм арнасының ескі жазбасын тапты. Ол рынок шкур деп аталған.
Ол жерде эскорт қызметін көрсететін белгілі бір Марсель Александрова лақап аты Мартиросянға қатысты айтылады. Хабарламада оның орталық Азиядан келген біреумен қарым-қатынасы, оның өткенмен байланысы, фамилиясын өзгерткені, мұсылман болғаны және қазір Мәскеудегі сәнді үйде тұратыны туралы айтылады. Республика оның фотосуретін де ұсынады. Дегенмен республика сайты бұл сол әйел екенін нақты айтуға сенімділіктері жетпеді. Бірақ айтуларынша сәйкестіктер өте көп.